91 жылы өткен ғасырдағы кеңестік биліктің ыдырауы, Қазақстанның тәуелсіздік алуы, соған байланысты мынау жариялылық, осы уақытқа шейін айтылмай келген ақиқаттың, шындықтың айтыла бастауы, осы уақытқа шейін ашылмаған архив мұрларының ашылуы, сол осы тарихи шындыққа, тарихи шындық деген өмір шындығы ғой енді. Өмір шындығына деген сұраныстың қоғамда жаңа сипат, жаңа мазмұн алуы мынау жазушылардан, ғалымдардан үлкен белсенділікті талап етті. Мынау Бейбіт Қойшыбаев тура осы кезеңде мынау осы пікір айтуға, қажет ой тұжырымдарды басылым бетіне шығаруға үлкен сұраныс туған кезде белсенділік танытқан жазушы, журналист, азаматтардың қатарынан табылды. Мынау әсіресе Алаш қозғалысына байланысты белсенді қалам тартып жүрген жазушылар көп емес. Тұрақты түрде көп емес. Мәселен, бұл ретте мен мынау Тұрсын Жұртбай деген азаматты айтқан болар едім. Дүкенбай Досжанов ағамыз жазушы, ол кісінің осы романдар жазды, шығармалар жазды. Әбіш Кекілбаев ғажап баяндамалар жасады осы кезде. Ал енді міне сол жазушылардың қатарында біздің замандасымыз Бейбіт Орынбекұлы Қойшыбаев та табылды. Бекең мынау рисале жанрыменен Алаш жолы деген көп томдық кітап жазды. 27 Алаш қайраткерлеріне арналған публицистикалық, танымдық мақалалар, кітаптар, еңбектер жазыпты. Бұл ненің көрінісі? Бекеңнің осы Алаш тақырыбына, азаттық тақырыбында өз орнын анықтағандығының, жемісті еңбек еткен жазушы екендігінің көрінісі деп білеміз. Сондықтан әрине бұл ретте жалпы біз енді кез келген жазушы, кез келген ғалымға байланысты айтарымыз, біз бәрін тындырып тастадық, Алашқа байланысты жазып тастадық деп айтсақ, әрине астамшылық болар еді. Алаш тақырыбы енді ғана көтеріліп жатыр. Болашақта осы Бейбіт Қойшыбаев сияқты жазушылардың қаламынан, ғалымдардың ізденіс нәтижесінде еңбектер, пайдалы, қоғамға қажет еңбектердің жазылатындығына өз басым мен сенемін. Бекеңді мен осы жолда көргім келеді. Әр уақытта қаламы қарымды жазушыға мен өз басым үлкен шабыт тілеймін.